бүгін май құрт жасаймыз. Оған керегі сүзбе 1 килограмм, 200 грамм май, сосын қант. Бірінші май саламыз. Майымызды араластырамыз. Майымыз мінекей еріді, енді сүзбесін саламыз. Араластырамыз. Асты жабысып қалмау үшін араластырып тұру керек. Құртымыз қайнап жатыр. Міне сары су шықты. Қазір 1,5 сағаттай қайнатамыз. Содан кейін қант саламыз. Сосын тағы да қайнатамыз. Май құртымыз 1,5 сағаттай қайнады. Енді бұның үстіне қант саламыз. Міне қантын салдық. Енді бұл қайнап қоңыр болады түсі. Мінекей май құртымыз дайын болды. Қоюланды, мінекей майы шығып бәрі. Енді бұны құйып алып, кішкене суытамыз, мұздатамыз. Содан кейін дәмін көреміз. Мінекей май құртымыз дайын. Міне біреуін шығарып алдық. Енді екінші қазір келдім шығарады. Сосын дәмін көреміз. Міне май құртымыз дайын. Енді дәмін көреміз. Бұл май құрт қатпайды, осылай сүзбе сияқты болып шығады. Тамаша. Өте дәмді, қанты да бәрі де әдемі. Май құрт десе май құрт екен өзі. Дәмі де керемет. Тіске жұмсақ. Осылай жасаңыздар. Балаларға берсе де пайдалы. Өздеріңіз де жесеңіздер. Күшті. Дәмі өте күшті екен. Қазіргі балаларға творожный йогурт алды ғой. Дәмі де несі сол йогурт сияқты күшті. Пайдалы өте. Асқазанға да жақсы, былай да жақсы. Сырник болады ғой, магазинде сырник сатады ғой. Сол сырник мынау. Қанты да бәрі де сырник. Осылай қылып жасаңыздар, балаларыңызға жасаңыздар. Үлкен кісілерге, өздеріңізге де пайдалы. Осылай жасаңыздар. Өте дәмді. Құрметті замандастар, балалар, келіндерім, балаларым бәріңізге де өте ризамын. Мінекей ұмытылып қалған тағамның байын ойыма түскеннен кейін сіздерге көрсетейін деп көрсетіп жатырмын. Мына келініме үйретіп жатырмын, немерелерім жесін деп осыларды бұрынғы жас кезімдегі көрген нәрселердің бәрін көрсетіп жатырмын сіздерге. Өте ризамын. Осылай қарап отырыңыздар, маған комментарий жазып отырыңыздар. Бәріңізде 100-ге кел, көп жаса деп айтып жатсыздар. Өте ризамын, рахмет. Әмин, періштенің құлағына шалынсын. Осылай бәрімізде аман болайық. Өте ризамын. Рахмет сіздерге. Қараған адамдардың бәріне де рахмет айтамын.